Аузубиллахи Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я мен енді осы елге алғаш ел президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың осы қазақ еліне деп тастаған үндеуін қабыл алып алғашқы көші-қонмен келгенмін. Жалпы Қазақстанға 91 жылы Семей жағына келіп, содан 93 жылы осы елге келіп орнықтым. Сол 93-тен бері қарай міне 25-26 жылдың жүзінде осы елде мекендеп, осы елде бала-шағаларым өсіп өнді, осы елде орнығып, ел болып жүріп атқан жайтымыз бар. Әке-шешем, аға-бауырларым, туған-туысқандарым бәрі де осында келген. Әкеміз дүниелік болды, қайтты марқұм. Шешеміз қайтты, және бір аға-інілерім де осында қайтты. Енді бұл жер бізге екінші бір туып өскен ата мекеніміз бөлек болғанымен, бұл жерде ата-бабаларымыздың кіндік қаны тамған ата мекеніміз деп келгеннен кейін, осы жер бізге тұрақты мекен болып қалды. Ал енді осы шама ширек ғасыр өмір сүріп келеміз осы елде. Осы елдің енді жақсы жаманы, ыстық суығына бірге тоңып, бірге күйіп өмір сүріп жатырмыз. Біз енді осында мынау алғаш ел болып 2004 жылы осы шағын мешітті ашқан едік. Шағын мешіт ашқанбыз. Және осы мешітте міне сол 2004 жылдан бері қарай қызмет жасап келемін. Алғашқы бізде имам Амангелді Серікұлы имам болып орналасып 5-6 жыл қызмет істеді. Одан кейін ол кісі кеткеннен кейін сол кісінің орнында мен енді негізгі имамдық қызмет атқарып келе жатырмын бұйрықпен. Осы жылдар аралығында енді азды көпті қызмет қылдық, халықты осы имандылық жолына шақырдық. Өз білгеніміздің, өз қадір-қадіріміздің, қасиетіміздің жеткенінше, шамамыздың жеткенінше осы елімізді имандылыққа шақырып, осы елге имандылық жолында ұйытқы болуға Алла нәсіп айда қылып келе жатқан жайтымыз бар. Енді осы ширек ғасыр өмір сүріп отырып, осы елге бір іс боларлық жағдай жасайық, жасап қалтырайын деген ниетпенен осы жерден бізден аукционнан жасалынған, аукционға қойылып сатылынған ескі зданияны бар еді. Соны сатып алып, жанында моншасы бар. Сонымен бірге сатып алып, осы мешітке бір ас су беретін орын жасайық деп едім. Жалпы елімізде ас су беруге орын жоқ. Қандай бір дұға нелер өткізуге сондай бір жағдай жоқ болып тұрған жайты бар еді. Соған енді осы ниетімізді құптап, көмектесіп, мынау ел азаматтарына мен үндеу тастап отырмын. Ел азаматтарына, еліміздің сыртта жүргені бар, іштегісі бар. Бізге ешкім ешқайдан ештеңе әкеп бермейді, ешкім ешқандай спонсор болмайды. Біз өз-өзімізді көтеріп, өзімізді өзіміз көркейтпесек, ел болмасақ, көркейіп ел болмасақ, бізге ешкім ештеңесін бөліп бермейді ғой. Сол себептен осыны бір қолға алайын деген ниет бар еді. Мынау еліме осыншама жыл өмір сүріп, ертең кім біледі, бір Алла біледі ғой. Мынау қысқа ғұмырымызда артымызға бір із қалса деген едім. Осы жағдай мені қатты алаңдатып отыр. Ал енді одан басқа бұл жерде жағдайымыз жақсы, ел қатарлы өмір сүріп жатырмыз. Халқымыз біздің өте жуас халық, дінге деген енді ниет бар. Жамағат азды көпті мешітке келеді. Жұма уағыз, жұманы үзбейміз, енді жұма үзілмейді. Басқа күндерде де баяғы мешіт ашық тұрған жағдайларында келетін адамдар келіп атады. Біреу Құран оқыту үшін, біреу бір дұға жасау үшін, біреу бір садақа салу үшін деген секілді әртүрлі жағдайларменен ел болғаннан кейін ол мешіт жұмыс жасап жатыр. Кішкентай мешіт, және осы мешітіміздің өзі де ескі здания, мынау зданияға
40-50 жыл, 60 жыл болған шығар осы совхоз орнағалы салынған алғашқы үйлер, жай үй, мешіт қылып істегенбіз. Жылдағы ремонтын жылда істейміз. Осының өзі өте ауыр тиіп тұр, жағдайлар бар. Енді Аллаға шүкір, бірақ та тәуба дейміз. Осы күнге жеткенімізге тәуба дейміз. Осындай мешіті жоқ елде отырған елдерді көріп отырмыз. Оның жанында бізде халқымызға тәуба дейміз. Бірақ ел болып бірігіп, осы менің жоғарыда айтқан мәселелерімді қолға алсақ деген ойым бар. Осыған атсалысуларыңызды өтінемін баршаларыңыздан. Енді не айтайын басқа? Бұл жерде енді менің өмірбаянымды баяндай беретін нәрсе емес. Менің өмірбаяным осы халыққа белгілі. Монғолияда туып өстім, 25 жасымда осында келдім. Биыл 52-ге шығып отырмын, 67-ші жылғымын. Енді Құдай қойса, осы қалған ғұмырымызда осы елге бірдеме жасап кетсек деген ниетім бар. Кім біледі, өміріміздің қашан, соңғы дәміміздің қашан бітерін бір Алла біледі ғой. Жоқ, әлі мен жаспын, менің әлі күш қуатым бар, мен әлі 80-ге барам ба, 90-ға барам ба, оған дейін бір жақсылық болатын шығар, бізге біреу бір здание салып беретін шығар деп жүре беретін емес қой. Мысалы үшін бүгін бар өмір, ертең жоқ. Қазір міне осы сайрап отырып, осыдан шыға бере не боларын кім біледі, бір Алла біледі ғой. Сондықтан мен қайта-қайта айтатыным, осы мәселеге өте көңіл бөліп, назар аударып, ел болып көмек қылсаңыздар. Мынау мешітке спонсорлық жағдай жасап берсеңіздер, қалталы азаматтар болса, осыған басқа сырттан да қалталы азаматтар болса, осыған көмектесулеріңізді сұраймын. Енді елімізде мүмкіншілік жоқ деп айтпаймыз, мүмкіншілік бар, бірақ осыны бірігіп, бас біріктіріп, ұйымдастырып, осыған атсалысатын азаматтар қамшы салмасаң жүрмейтін ат секілді ғана болып тұр. Өз-өзімізді қолдап, өзімізбен өзімізді сүйреп алға ұмтылатын күн туды, заман жетті деп ойлаймын. Мұсылманшылық бұрынғыдай емес, бар. Екінің бірі түсінеді қазір, бәрі біледі, бәрі Алланы ойлайды. Жығылып кеткен күні иман айтатын адам керек екенін бәрі біледі. Халқына рахмет, иман жолында халқымыз бар деп ойлаймын. Осы иманымызды біріктіріп, өз-өзімізді көтерсек, жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Осыған атсалысыңыздар, енді бірігіңіздер, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаратын заман негізінде туды деп ойлаймыз. Біреуге қарап жүре бермейік, біреу береді дегеннен қояйық. Әркімдер айтып жатады, спонсор болмаса шамамыз келмейді ғой деген секілді сөздер, лаждар айтып жатады. Оған спонсор емес, өзіміз қосылу керек, өзіміз бірігу керек, содан бар проблеманы өзіміз шешеміз. Ал әйтпеген күнде бізге өкіметтен мына жерге дұға беріңдер деп әкеп бізге здание сап бермейді. Мына 30 аяқпенен алыңдар, ертеңгі күндеріңе керек деп ешкім әкеп бермейді. Соның бәрін өзіміз бар болдырып жатырмыз ғой, жоқ болғанды бар болдырып жатырмыз мысалы үшін. Сондықтан енді осы жағдайды қатты ойлайды деп халқыма мен сеніп айтамын, сенемін. Ал енді осы елде осыншама жыл азды көпті өмір сүріп, қызмет істеп келе жатқанда, осы иман жолында қызмет істеп келе жатқан уақыттың ішінде, енді осы имандылық жолында 16 жыл өмірім өтіп отыр екен. Осы 16 жылдың ішінде мен осы елге келгелі 26 жыл болып отырса, сол 26 жылдың ішінде мен осы елде иманды сондай бір адамдардың бар екеніне куә болдым. Алла осы иманды азаматтардың, азаматшалардың Аллаху Тағала жатқан жерін жарық етіп, топырақтарын торқа етсін. Мысалы атап айтатын болсақ, мысалы Аманбаев Мұратбек деген ағамыз қандай әзілқой, қандай ақ көңіл азамат еді, атамыз еді, өзі иман жолында еді. Біреуге сондай бір әдемі жүзді әзілдеріменен ойнаушы еді. Жақсы жарасқан әзілдері, әңгімелері болушы еді ақсақалымыз. Және де Тілеміс деген ақсақал өтті өмірден, Мұрат ақсақалымыз өтті өмірден.
o кісілердің тұстарында осы иман жолында жүрген адамдардың біз енді көріп қалдық, үлгі алдық, сабақ алдық десек болады. Және де мынау әскер, Идірісов әскер деген ағамыз иман жолында. Осы кісілердің мысалы жолын жалғап, осы ел болып ұстап тұрған қандай керемет. Енді біз ол кісілерді бұрын өткен, ол кісілерден де үлкен адамдар болған, оны көрген жоқпыз, бірақ естіп отырмыз. Ахмет Жалла деген ағамыз, атамыз, Жанбай атамыз, қазір осы мешітіміз сол Жанбай атаның атындағы. Енді аналарымыз да келсек, кереметтей үлгі тұтатын аналарымыз болды. Мысалы атап айтсақ, Әмина апамыз, Әмина Құсман қызы мысалы атап айтсақ. Осы кісілерден мысалы үшін үлгі алып, қыздарымыз сол кісілердің өмірден озған адамдар, бұл айтып отқан адамдардың бәрі өмірден озды, ортамызда қазір жоқ. Осыдан кісілерден үлгі алып, қыздарымыз артында, ұлдарымыз осы азаматтарымыз осы аталардың артында із басып жалғастырып, осы елді ел болдыратын біз емес пе соны. Міне осыларды неге ата басқа, неге үлгі қылмасқа, неге олардың орнын бос қоюға, мына мешітіміз ескі құлағай тұр, ертең неге бұны құлатып жауып тастауға мысалы. Сондықтан және алдындағы айтып кеткен ләждерімнің барлығы да осыны ойлағаннан, осыған уайымдағаннан, ертең шіркін-ай осыны жабылып қалмас екен, мынау кісілердің бізге үлгі көрсетіп ашып кеткен мешіт қой, осы кісілердің ұстап кеткен орны қой, осы кісілердің намаз оқыған, маңдайға сәждесі тиген орны қой деп мен уайымдаймын. Бос қалмас екен деп, сол үшін шырылдап жүгіреміз мысалы. Міне Аллаға шүкір, осындай бізде иманды жандар бар. Осы кісілердің артындағы ұрпақтары сіздерменен біздер болып, баршамыз осы мешітімізді жамағатсыз қалтырмауға және өткенімізді иман жолында мынау шариғи үкімменен аттандырып салатындай қақ мұсылман жолында болсақ, қай жағынан қарасақ та қызметіміз ілгерілеп, Алла Тағаланың қалауымен әрине жұмысымыз артатыны, ырыздық несібеміздің арта түсетіні, иманға бет тұрсақ, еш жамандықтың болмайтындығы бір Аллаға қақ. Алла куә оған. Сол себептен барлығында осы имандылық жолға шақырамын. Осы жолға қызмет жасайық. Осы жолға үлес қосыңыздар. Кімде деді ғой, бір мектеп салынып атса, немесе бір мешіт медресе салынып атса, жаңағы соған бір кірпіш қаласа, оның сауабы дейді, ақыретке дейін жолданып тұрады дейді ғой. Сол сауапты ойлайық, сауапты ойлаңыздар. Міне осындай сауапты жолдағы азаматтарымыздың, адамдарымыздың өмірін алға тартып айтар болсақ, осындай жағдайлар міне. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alayhi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alayhi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alayhi salatullah. Muhammad Rasulullah alayhi salatullah. مولاي صل وسلم دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الرسل كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الرسل كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الرسل كلهم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الرسل كلهم. Endi hurmatli jamoat, mına Amangелді imamның дүниеден өткендігін естіген кезде барлықтарымыздың қабырғамыз қайысты. Алла Тағала марқұмды алдынан жарылқасын. Алла Тағала иман байлығын нәсіп етсін. Алла Тағала құлым деп пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям үмметім деп қарсы алуды иншалла Алла Тағала осы марқұм ағамызға нәсіп етсін. Алла Тағала Құранда шынында да біз адамдарды дүниеде түрлі нәрселермен сынаймыз дейді. Ол сынау Алла Тағала қауіп қатер беру арқылы, ашаршылық беру арқылы, еккен егістіктерінің азаюымен, және де малдарының азаюымен, және де жандардың азаюымен Алла Тағала дүниеде пенделерді сынаймыз дейді. Жандардың азаю дегені мінекей осылай арамыздан бізге жақын болған, бізге туыс болған, бізге дос болған адамдардың арамыздан кетуі. Ол Алла Тағаланың пенделеріне берген бір сынағы. Алла Тағала пайғамбарымызға осы аяттың ақырында айтады: "Вабашшири сабирин", ей Мұхаммед, осындай бір бастарына сынақ түскен кезде сабыр еткен пенделер болса, сен оларды қуандыр дейді. Алла Тағала осы марқұм ағамыздың анасына, жұбайына, балаларына, ағайын туысқандарына сабырлық берсін. Мына Амангелді имам баршаларыңызға белгілі, осы ауданда көптеген жылдар бойы діни қызмет жасады. Көптеген адамдардың намазға келуіне, хидаятқа келуіне себепкер болды. Алла Тағала осы марқұмның дін жолында жасаған еңбегін, Алла Тағала осы дін жолында жасаған жұмысына сауаптан жазып, бүкіл жасаған жақсылығы иншалла өзінің алдынан шығуда Алла Тағала нәсіп етсін. 20 шақты жылдың ішінде осы дін жолына көптеген шәкірттер тәрбиелеп, көптеген балаларға тілашар болып, сауат ашып, енді бұл ағамыздың осы дін жолында сіңірген еңбегін сіздер біреулеріңіз білесіздер, біреулеріңіз білмейсіздер мүмкін. Бұл кісіге өзі барлық ықылас ниетіменен дінге беріліп, осы дін жолына сіңірген еңбегін енді айтып сөзбен жеткізу мүмкін емес. Bir жағынан сол тұтатырым айтуға қиын болып тұр. Енді баршаларыңыз келген қадамдарыңыз сауаппен жассын. Менің де осы дін жолына келуге жетекшім болған, тікелей мұрындықтап, осы дін жолына тартып, жетекшім болған, ұстазым болған еді. Ағамыз көмелі жанашыр азаматымыз, арысымыздан айырып отырмыз. Қайғыға ортақпыз. Және елдің атынан, сол Таныстой халқының атынан осы bir ağız söz sələmin getib olsun. Allah'ın rahmet peygamberin şefakatine bölünüp mahkumun jattan diye şarkı ol. Toprağı torku olun, şahın canattan ol, iman salamat olsun. Allah-u Teala sizlerden bizlerin bugünkü tilegen tilek kılgan dualarınızı kabul edip, осы Amangелді ағамыздың қайғысына ортақтасып келген қадамдарыңызды сауап